Сәлем достар, сіздермен Сандуғаш. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмсақ нанның дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен жылы суымызды алып аламыз. Оған бір қасық дрожжымызды салып, бір қасық шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Дрожжымыз ерігенге дейін араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып, дрожжымыз ерігеннен кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. 10-15 минутқа дейін біз майымызды, дрожжымызды, ұнымызды, майонезімізді алып алатын боламыз. Жылы су мен сүтімізді құйып алдық. Оған бір қасық майонезімізді саламыз. Бір қасық тұзымызды саламыз. Және де кішкене ақ май қосып жіберетін боламын. Дайын болған дрожжымызды, беті кішкене осылай көпіршіп қалады. Дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұн електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып илейтін боламыз. Ұнды илеген кезінде аз-аздан салып илесеңіздер, наныңыз көтеріліп, әдемі болатын болады. Осылай жақсылап араластырып, июі қанғанша қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын, жұмсақ болды. Жұмсақ қылып илейміз, жақсы көтерілетін болады. Бұның бетін жауып, жарты сағат 45 минутқа қойып қоятын боламыз. Жарты сағаттан кейін нанымыз көтеріліп қалады. Нанымыз көтерілгеннен кейін оны алып, бір қайтарып илеп қойсаңыздар, одан да жақсы болады. 10-15 минутқа қайтарып қоямыз да, қамырымызды табаға жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Барлық жеріне толықтай жағып шығамыз. Толықтай жағып болғаннан кейін, бар болса күнжіт шашуға болады. Мен өзім күнжіт шашамын. Жоқ болса қажет емес, өзін пісіре берсеңіздер болады. Күнжітімізді шашып, 180 градуста қызып тұрған печкімізге салып, 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған нанымыз жұмсақ болды. Видеомның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.